музыканың әуені жақсы естіліп тұрса, Динара WhatsApp-қа жазып жіберсеңіз. Ыңғайлы отырып, қолдарыңыз, аяқтарыңызды бос ұстап, әдемі бір релакста, тілдеріңіз, жағыңыз бәрі бос болсын. Терең демаламыз. Мұрнымызбен демалып, аузымызбен шығарамыз. Өзіңізді қазіргі үйіңіздің есігінің алдында тұрғаныңызды елестетіңіз. Таза ауа, көктем, сәуір, ағаштар бүршік ата бастады. Көктемнің таза ауасы, сылдырлаған бұлақ. Тағы бір терең демалыңыз. Көзіңіздің алдында барлық балаларыңыз, ұл қыздарыңыз. Егерде бұл дүниеге бала әкелгіңіз келіп, әлі балалы бола алмай жүрсеңіз, сізді таңдайтын, сізге келетін болашақ балаңыздың жанымен, періштесімен сөйлесіңіз. Ал балалы бар әйелдер, аналар, сіздер өз балаларыңызды көзіңіздің алдына елестетіңіз. Үлкен апайлар, күйеу балаларыңызды, келіндеріңізді де қосып, бәрін қатар-қатар тұрғызып, қазір әр қайсысымен тазалап, жаныңызды тазалап, араларыңыздағы өкпе, реніш кетіріп, әдемі байланысқа түсуге, жүректеріңізбен бір-біріңізді түсінуге медитация жасаймыз. Ең бірінші, тұңғыш сізді ана тандырған тұңғыш балаңыздың жанына барыңыз. Қолынан ұстап, құшағыңызға кіргізіп, ең алғаш ана болған сәтіңізді еске түсіріңіз. Ең бірінші барған роддомыңыз, сіз дүниеге әкеліп жатқан сәт, сіздің ана болып жатқан сәтіңіз. Айналаңызда кімдер болды? Дәрігерлер, не болып жатты? Сіздің жасыңыз қанша деді? Бәрін тура бүгінгідей, тура қазіргідей есіңізге түсіріңіз. Шар етіп дүниеге келген балаңыздың дауысына дейін бәрін сол сәтте есіңізге түсіріңіз. Ең бірінші балаңызды қолына алған кезіңізді есіңізге түсіріңіз. Сол сәтте сізде эмоционалды контакт баламен болды ма? Балаңызды қалай қабылдадыңыз? Мына жер ана, әлем сіз арқылы қабылдады. Сіздің балаңыз, сіздің жүрегіңізді селт еткізіп туылған балаңыз, мына жер ананы сіз арқылы көрді. Сіз сонда оны қалай қабылдадыңыз? Жақсы көре алдыңыз ба? Қуана қарсы алдыңыз ба? Жоқ әлде балалығыңызбен, жастығыңызбен ол нәрсені білмей қалдыңыз ба? Егерде сол сәтте жаңадан туылып жатқан кезде аналық мейіріміңізді толыққанды аша алмай, ана жүрегіңіз жабық болған болса, дәл қазір өзіңізді кешіріп, сол сәтті, сол жылды, сол жастығыңызды, сол білместігіңізді кешіріп, балаңызды қатты құшақтаңыз. Балам, жүрегімді жарып шыққан балапаным, тұңғышым, кешір мені. Сол кездегі ауыртпалықпен, сол кездегі білместігіммен, ана жүрегіммен сені дұрыс қабылдай алмасам, саған мына әлемнің әдемілігін сол кезде жеткізе алмасам, кешір мені балапаным. Қатты құшақтап, бар мейіріміңізді, бар жүрегіңізді, қазіргі ана жүрегіңізді балаңызға беріңіз. Сіздің жүрегіңізден шығып жатқан энергия, мейірім,
махаббат энергиясы оны толық тазалап, бойындағы қандай да бір блоктар, негатив, өкпе, реніш, қандай да бір екеуіңіздің араңызда болған сөз, оқиғалар бәрін тазалап тастасын. Қатты қысып, өз жүрегіңізбен жылулығыңызды беріп балаңызға. Ішіңіздегі айтатын ойларыңызды айта беріңіз. Енді екінші балаңыздың қасына барыңыз. Дәл солай көзіне қарап тұрып, қатты құшақтап, бұл балаңызды дүниеге әкелген уақытқа, сол жылдарға барыңыз. Қандай кезең еді? Көктем, күз, жаз, қыс. Айналаңызда кімдер бар еді? Дүниеге қалай әкелдіңіз? Бұл кезде қандай ойда болдыңыз? Балаңызды қалай қарсы алдыңыз? Ол мына әлемге, мына дүниеге қандай жағдайда келді? Сіздің көңіл күйіңіз қандай еді? Егер де қуана қарсы алмаған болсаңыз, сол кездегі қандай да бір қиындықтан, білместігіңізден, жастығыңыздан қате жіберіп алдым-ау деген өкініш болса, дәл қазір өзіңізді кешіріп, өзіңіздің бала болғаныңызды, өзіңіздің көп нәрсені білмегеніңізді, түсінбегеніңізді кешіріп, балаңызды қатты құшақтап, ойыңыздағы барлық айтатын әңгімеңізді айта қойыңыз. Балам, балапаным, бауыр етім, менің ана ретінде саған бұл әлемдегі жақсылықты, бұл әлемдегі махаббатты көрсете алмаған болсам, саған дұрыс шешімдер қабылдауға, дұрыс тәрбиеге, дұрыс әңгімеге жарамаған болсам, кешірім сұраймын. Қатты құшақтап жүрегіңізден аналық мейіріміңізді, ана махаббатын балаңызға сездіріңіз. Сіздің түп санаңыз арқылы балаңызға бұл энергия, бұл ақпарат жетеді. Осылай барлық балаларыңызды, жүрегіңізден шыққан балаларыңыздың барлығын жеке-жеке құшақтап, әр қайсысына өз мейіріміңізді беріп, айта алмаған әңгімеңізді айтыңыз. Енді тағы да бір терең демалып, көктемнің таза ауасымен, саф ауасымен демалып, осындай өсімдіктер өсіп, дала жаңарып, тазарып жатқан кезде, әр балаңыздың жоғарғы қуат көзінен, еңбек тұсынан, жоғарыдан Алланың нұры құйылып жатқанын сезініңіз. Жаратушының нұры арқылы балаңыздың бойы тазаланып, бойындағы ауру, негатив, жылдар бойы жиналған өкпе, наз, тағы да басқа қандай да бір жамандық болса, дәл қазір жоғарыдан, жаратушыдан келіп жатқан ерекше нұрмен тазаланып, аяғының астынан жер ана оны шаңсорғыш секілді тартып, бүкіл жамандығын, бойындағы жаман әдеттерін, нашар қылықтарын, жалқаулығын, еріншектігін
және де бүкіл басқа сізге ұнамайтын, оның өміріне кедергі келтіреді ау деген жамандықтарының ағып жатқанын елестетіңіз. Бойы тазарып, жаңбыр суымен, жоғарыдан аспан әлемінен келіп жатқан зәм-зәм суымен балаларыңыздың бәрі тазаланып жатқанын, олардың ой өрісі өсіп, денелеріндегі қандай да бір қиындық, ауру, блоктардың төмен қарай аяғынан шығып жатқанын елестетіңіз. Алланың нұрымен оның түп санасына, оның ой өрісіне мықтылық, батырлық, тазалық, адалдық, имандылық, адамгершілік, бауырмалдық кіріп жатқанын елестетіңіз. Құйыңыз. Тура қазір балаңыздың түп санасына, түпкі санасына не құйғыңыз келеді? Кітаптар, Әуезовтің, Абай жолы, классиктарды, тіл, не құйғыңыз келеді? Аналық жүрегіңізбен Алладан тілеп, дәл қазір сол энергияны кіргізіңіз бойына. Еңбекқорлықты, мықтылықты, бауырмалдықты, адамгершілікті, елін сүйгіштікті, патриотизмді, барлығын балаңыздың бойына жоғарыдан бір әдемі әлемнен құйыңыз. Енді балаларыңыздың кіндігінің тұсында ұзын болып шығып тұрған энергетикалық жіпті байқаңыз. Ұлдардан көк түсті, қыздардан қызыл түсті. Әрқайсысын қолыңызға ұстап, үлкен арқан секілді бір-біріне орап өріңіз. Жақсылап тұрып өріп, бір-біріне деген бірлігі, ауызбіршілігі, бауырмалдығы бір болсын, мәңгілікке бір-біріне қорған болсын, бір-бірін тастап кетпесін, бір-біріне қанат болсын, жанашыр болсын деп, бәрінің энергиясын бір жерге түйіндеп, бір-біріне деген махаббаты болсын, бір-біріне деген қамқорлығы болсын. Әрқайсысынан шығып тұрған, кіндігінің тұсында тұрған энергетикалық жіпті жақсылап тұрып өріңіз. Өмірлерінде қандай адамдар кездессе де бөлінбейтін, бірге болатын, бір-біріне көмек болатын, мықты бауыр болу үшін бәрін өріп, жоғарыда Аллаға тапсырыңыз. Дәл алдарына әрқайсына қарап тұрып, жаратушыдан ана жүрегімен тілек тілеңіз. Я Аллам, балаларымның ғұмырларын сұлу ет, жастарын ұзақ ет, денсаулық бер. Жаратушым, бір өзіңе тапсырдым. Мен балаларымды 24 сағат күні бойы бақылап қарай алмаймын. Бұлардың тұлымы сенің қолыңда, саған тапсырдым. Бір өзіңе аманат еттім. Жастарын ұзақ қылып, бұлардың бақытты күндерін, қуанышты кездерін көруге, жақсы мінездерін, көркем қалыптарын көруге көмек бер Аллам. Жаратушым, алдарынан жақсы адамдар кездестір, жақсы жар кездестір Аллам. Өмірлі қыл, өнерлі қыл, ақылды, парасатты қыл Аллам. Менің кінәларымды, менің ата-бабамнан келе жатқан қандай да бір қиыншылық, ауыртпалықты тура маған дейін қалдырып, менің ұрпақтарыма жолатпа Аллам. Барлығын
осы қиындығыммен осы уақытқа дейін көтерген ауыртпалығымды өзіме арқалап кетейін. Маған бұлардың көз жасын көрсетпеші Аллам. Бақыттарын, қуаныштарын көрсет Аллам. Жандарына тек жақсы адамдар жинап бер Аллам. Бұларға өмірлік жар болатын адамдарды өзің таңдап бер Аллам. Адастырма, шатастырма. Шайтанның азғыруынан сақта Аллам. Өз біліміңмен, өз нұрыңмен нұрландыр Аллам. Әр балаңызға қарап отырып, дәл қазір өз жүрегіңізден өзіңіз тілейтін, жүрегіңіздің түбінен шығатын тілектеріңізді тілеңіз. Сіздің қазіргі ашық тұрған түп санаңыз балаларыңызға мәңгілікке программа жазады. Тілеңіз. Балаларыңыздың бойынан осы уақытқа дейін біле алмай жүрген сұрақтарыңыз болса, неге ауыратыны, неге осындай мінез, қайтем деген сұрағыңыз болса, дәл қазір ашық тұрған түп санаңызға қойыңыз. Ал қымбаттыларым, осымен біздің медитациямыз аяқталды. Өзіңізге ұнайтын әуенді қосып, ары қарай жалғастырсаңыз да болады. Қайырлы түн, сау саламат болыңыздар.